Амин, Күләш ханым, рахмет, амин, амин айтқаныңыз келсін қыздар. Қазір сайтта біраз заттар бар, иә, елдердің барлығы уже күшті жақсы алып жатыр. Солнцезащитный кремдерді күнделікті қойып қойыңыздар. Фейм наборлар бар, дорожный, соларды жақсы алып жатыр елдер. Кететін болса, алып алсын, интим гель алып алсын, күшті. Ана суық тигенге интим гель вообще күшті. Выделение болса, иіс шықса, әйел адамның несінен, женский орган дейміз ғой, мүшесінен, сондайлардың барлығын вообще күшті кетіреді. Менде уже әжептәуір отзывтар бар. Елдер ұялады ғой ондайды айтуға. Бірақ та результат действительно күшті, тамаша енді. Жаңа бір клиентші айтады, вообще қолымды бұтымнан алмайтын дейді, қыши береді. Вирус қой, микроб кіріп кетеді ғой. Содан осы немен спринцовать етіп, осы интим гельмен содан көзім ашылды деп отыр ғой. Сондықтан да ұялатын ештеңе жоқ, ол нәрседе ұяттық жоқ. Енді бәріміз адам болғаннан кейін, денсаулық болғаннан кейін денсаулыққа жететін ештеңе жоқ. Сондықтан да мына қиналып жүрген адамдар болатын болса, осы интим гельді айтыңыздаршы. Тамаша, енді вообще күшті, тамаша. Еркектерге де, әйелдерге де болады бұл интим гель. Қолтықтарыңызды жусаңыздар да болады. Тамаша, қолтықтың да иісін әжептәуір басады екен дейді. Мына жерде фейм набор жібердім ғой, дорожный набор 16.800 теңге, соның өзі 3-4 айға дейін жетеді дейді. Алған келіншектер айтады. Бір кісі ана жолы осыдан қашан, декабрьде алды ма, декабрьде алған өзіне. Сол осы бетінде ғана бітті деп отыр ғой. Одан кейін ол кісі 3-еуін подаркаға алды, тағы да 2-еуін алды, тағы да біреуге сатуға. Кішкене үстіне ақша қосып сатып жатырмын дейді, күшті нәрсе екен дейді. Мен айтам, ойбай, ақша, саудаға қызықпаңыздар, ақшасы керек емес, команда құрыңыздар деп ол кісілерге шырылдап айтып жатырмын. Сондықтан да ақшаға қызықпаңыздар, саудаға қызықпаңыздар қыздар. Лучше команда жинап табысқа шығуға ниетіңіздер. Ол сауда бүгінгі күннің нәрсесі ғой. Бүгінгі кезде де ертең күнде ойлау керек қой ар жақты да. Сондықтан да лучше қалай бар солай сата беріңіздер. Зато командаларыңызға адам жинап аласыздар. Одан кейін өздеріңізге де табыс түсіп отырады солардың алғандарынан. Күшті заттар ғой, тамаша заттар ғой, бұлар премиум заттар ғой. Бұған қолдар жетемей жүрген адамдар қаншама. Сондықтан да қыздар, давайте, жатқаннан, ауыздарыңыз жауып отырғаннан сіздерге ешкім ештеңе әкеп бермейді. Қарамайсыздар ма жан-жақтарыңызға? Кореецтер, орыстар қалай жұмыс істеп жатыр? Давайте қазақтар оянайық, істейік, жұмыс жасайық. Қай ұлт болмасын, әйтеуір жанталасқан адамдар ғой жан-жақта. Барлығымыз тып-тыныш жатырмыз, сен тимесе, мен тиме, қойшана колгейтімізбен, блендамайтымызбен, ол қаншама жыл ыстық қой, өліп жатқан жоқпыз ғой деп сондай сөздер айтады. Негізіне сондай сөзді қою керек. Денсаулыққа қарай ұмтылу керек. Денсаулықтан басқа ештеңе жоқ. Өз ұлтымызды өзіміз жоямыз ба? Сондықтан да қазірден бастап жақсы нәрсе алуға тырысыңыздар. Жақсы баттарды ішіңіздер. Өйткені адамның өмірі бір ақ рет қана беріледі.